Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен Айгүл Мантайдың «Томпақ» атты әңгімесін оқитын боламын. Әңгіме өте қызық, сондықтан видео басталмастан бұрын видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Және де өз ойыңызбен бөлісіп, комментарийға жаза кетіңіз. Ендеше біз бастайық. Біз оны келеке етіп күлетінбіз. Ол жасына лайықты емес, толық еді. Анасы ғана оны Айжұлдыз деп атайтын. Самай шашы ағарған шүйкедей әйел Айжұлдыз қайдасың десе, ойнап жүрген Томпақ үйіне қарай құстай ұшатын. Анасы дауыс көтерсе ақталмайтын, не қарсы жауап қатпайтын. Кінәлі адамдай көзін жерден алмай үнсіз тұратын. Мас әкесі шешесінің шашынан сүйреп жатқанда шыр-шыр етіп араша түсетін. Анасын арашалап жүріп, көзілдірігі сынып, әйнек сынығы бетін жырып кетсе де, әкесінің қолы тиіп көзі көгерсе де, ол әкесін жақсы көретін. Топыраққа аунап жатқан әкесінің қасынан табылатын да Томпақ еді. «Әкешім, үйге жүрші, сені үйде апам, аға әпкелерім күтіп отыр. Анамның шашы ағарып кеткенін көрмей жүргенің не? Әкешім, бізді достарымыздың алдында әбден ұялттың ғой» деп мас әкесін орнынан тұрғыза алмай жылап отырады. Біздер Томпаққа көмектесудің орнына оның ересек адамдарша сөйлегенін, әкесінің сәбише орнынан тұруға ұмтылып, тәлтіректеп қайта етбетінен құлағанын қызық көреміз. Бір күні Томпақтың әкесі жоғалып кетті. Шегір көзі өңмененен өтетін сұсты кісінің бетіне әйелі де тіктеп қарай алмайтын. Мүрдесі көрші ауданнан табылды. Досының үйінде ішіп, соңғы екеуі жанжалдасып тарайды. Қақаған аязда бағытынан адасып, далада ұйықтап қалады. Ол бір қиын кез еді. Ауыл дағдарыстан тұралап, бидайды диірменге тарттырып, нанды үнемдеп жеп отырған уақыт. Бидайы жоқтар жүгері нан жесе, бидайы барлар нанды кебегімен қосып пісіреді. Қарабай көкемді жерлеу отбасына оңай тимеді. Бір үйлі жан жалғыз ешкінің сүті мен жүгеріден түйілген талқанды қорек етіп отыр екен. Тұяқ дегеннен сыңар мүйіз ешкі мен бөрте лағынан басқа түгі жоқ. Қарабай көкеммен өлер алдында бірге ішкен құрдасы бұзау молда. Атам 2 қап бидай, колхозда 30 жыл бухгалтер болған туысы 1 қап күріш, тағы бір жамағаты 1 қап ұн беріп, туған туыс қол ұшын созған. Көптен бері тоқаш пен тәтті жемеген балалар Томпақтың үйін жағалады. Қара жамылған үйдегі зарлы дауыстан денем тітіркеніп, әрі шешемнен қаймығып, балаларға қосылмадым. Сабақтан қарным ашып келген. Бауырларым кәріс әжейден қарызға алған 5 жұмыртқаны қуырып жеп, маған түк қалдырмапты. Қу тамақ үшін біраз ұрыстым. Сары май жоқ, құр қатқан қара нанды сарымсақпен жеп едім. Аш қарынға жұбаныш болмады. Шешем берекелі болады деп кебегін тазаламапты. Тамағым жыбырлап кетті. Ет дегенді ұмытып қалғанбыз. Талай жыл қасапшылықпен айналысқан әкем қатты ауырып, ажал тырнағынан аман қалған. Молда атам, малдың қанын мойныңа көп жүктедің. Әр нәрсенің өз есебі бар. Ендігәрі мал сойсаң өзіңе қиын деген соң әкем тауық та бауыздамайтын болған. Той жиынға барған жерінен қалтасына 4 түйір кәмпит салып келмейтін шешем өзінің айтуынша сұғанақтықты жаратпайды. Асқазаным сазып, берекем кеткен соң қолыма үлкен табақты алдым. Құйқаңды шымырлататын зарлы дауыстан қорқып, аяғымды санап басып, Томпақтың үйіне қарай бет алдым. Үй жанында жүрген балаларға жоламай, қазан басында жүрген шешеме бардым.
неге келдің деп шешем жаратпай қарады. Қарным ашты, балаларың маған түк қалдырмапты, палау салып берші дедім жыларман болып. Шешем менің соңымнан табақ алып жүгірген әдетті қайдан үйренгенсің деп қабағын шытты. Қолымдағы үлкен табақты көріп көзі шаранасынан шықты. Үйде бұдан басқа кішкентай табақ жоқ па? Менің қайттан түрімді көрмеген соң қолымдағы табағымды жалаңдатпай бұл жерден тайып тұр деп жекіп тастады. Мама, менің қарным аш. Келін, әлі ол бала емес пе? Өзің кешеден бері осында жүрсің. Бала деген қарны ашқан соң шешесін іздемей ме екен? Айналайын, әкеле ғой табағыңды деп Сәбира апам табағыма сәл ғана толтырмай палау салып берді. Сол кезде өксіп-өксіп жылаған дауысты естідім. Үйдің қабырғасына сүйеніп жылап тұрған Томпақты көріп аяп кеттім. Байғұс қыздың кешеден бері көз жасы бір тыйылмады-ау. Марқұмның балаларының ішіндегі ең мейірімдісі Томпақ. Сорлы қыз қандай семіз болса, жүрегі де сондай кең екен ғой. Үлкен қызы Алқаштың түбіне ақыры арақ жетті деп безеріп отыр. Марқұм бұрын салынып ішпейтін, соңғы жылдары қатты ішіп кетті. Жақсы қайным қайғысын ішіне сақтап кетті деп Сәбира апам жанарына іркілген жасты сүртті. Ешкімнің көзіне түспей тез кетіп қал, әйтпесе балаларына палау сұрап жүрген әйел көп. Томпақ жұқа киініпті, ауырып қалмаса болар еді. Үйге кіргізейін. Шешем, таласпай тармаспай бірге жеңдер. Құдайым-ай, ашаршылық болмасын. Ашаршылық болса сен бірінші өлесің, деді зілі жоқ дауыспен. Бір табақ ыстық палаумен үйге оралғанымда бауырларым жымың-жымың етті. Оларға ызаланып палауды бірінші өзім тойып жеп алып, сосын берейін деп тұрдым да ойымнан тез қайттым. Қуанбағанда қайтсын. Бір күні кеспе, бір күні нан салма жейміз. Көршілеріміздің көрген күні де осы. Қап-қара ұнды суға илеп пісірген еті жоқ кеспе мен нан салма қандай тәтті болсын. Езіліп кеткен қамырмен күнде өзімізді жалғаймыз. Табағын көтеріп ұн сұрап жүрген көршілерді көріп осыған да тәубешілік етеміз. Ініме дастархан жай деп бұйырдым. Палау жеп болған соң су тасисың. Сен су әкелгенше мен үйді жинаймын. Содан соң еденді жуып шығасың. Ол қуана басын изеді. Тамақтанып болған соң суды бірге тасимыз. Мен арбаны итеремін, сен ыдыстарды суға толтырасың. Үйді жинап, еденді жуу қыздардың міндеті деп өзіме талап қоя бастады. Соғыс жылдарында балалар өздерінің неліктен ашыққанын білді ғой. Бейбітшілік заманның саясатын түсініп жетпеген біздер неліктен ашқанымызды білгеніміз жоқ. 90-шы жылдары балалығы өткен біздер 40-шы жылдың балалары секілді аш құрсақ жүріп нанды тоя жеуді армандадық. Оның түбі көрініп қалған соң шешем нанды бөліп бере бастады. Сол күндері менің түсіме қап-қап ұн тау болып үйілген аппақ нан кіретін. Қуанып шешеме түсімді айтамын. Біздің үйге береке келе жатыр екен. Түнде мен де түсімде нан көріп шықтым, дейді шешем. Шешем қаптың түбін қағып 4 пәтір пісірді. Сонда шын жоқшылықты енді сезінгендей қатты әбіржіді. Тілдей пәтір нанды әрқайсымыздың алдымызға қойып өзі талқан жеп отырды. Кішкентай сіңілім, мама, жемесең наныңды маған берші деді. Шешем еркесіне аузынан жырып өзіне тиесілі нанды берді. Жей ғой күнім, 6 жасар сіңіліме сен мамаңның нанын жеп қойсаң, ол аш жатады. 2-ші рет сұрама деймін оңашада. Ертелі кеш мақтаны арам шөптен тазартып шаршап жүрген шешеме жаным ашып, қайдағы сіңілім шешемнің тиесілі нанын таңертеңде, түсте де, кешке де жеп алады. Бізге шешем бір тілім нанға қосып
талқанды қарасуға шылап береді. Тәтті қосылмаған құр талқанды жей алмай тыжырынып жұтамын. Шешем соңғы тілім нанды тілін тістелеп беріп жатқан кезде әкем көрші ауылдағы диірменшіден қарызға 2 қап бидай алып келді. Сонда шешем қатты қуанды. Сенің түсің міне орындалып жатыр, деді қабағы жадырап, езуіне күлкі үйіріліп. Мен түсімде қап-қап ұн, көп нан көргенмін, дедім 2 қап бидайды қанағат тұтпай. Әлі-ақ бұл күндер ұмыт болады. Бұрын етті жиі ассам, күнде ет жейміз бе деп ренжуші едің. Майлы деп қазы қартаны мастанып жемейтінсің, деді шешем өткен күнді сағына еске алып. Етсіз тамақ жемейтін әкем де бұл күніне мойынсұна бастады. Маған ол күндер ертегі сияқты көрінеді. Әкемнің достары, әйелдермен біздің үйде жиі бас қосып ет жеп, әңгіме дүкен құратын. Біреуіміз мектепте өтетін әлде қандай жарысқа қатысып мақтау қағазын алсақ, шешемнің абысын ажындары келіп жуасың деп қазан көтерткізетін. Шіркін, тойып ет жейтін күн болса ғой, дедім сілекейім шұбырып. Ондай күнде туады. Баяғыда күнде ет жейміз бе деп жыларсың әлі, деді шешем үмітпен. Ол күндері балалардың күндегі әңгімесі ақ нан және дәмді тамақ жайлы өрбейтін. Көршіміздің менімен құралпас қызы Мақпал біз бүгін картошкасын мол етіп нан салма жасап жатырмыз деп мақтанады. Сол бір қиын қыстау күндері біздің ауылдың тұрғындары тамаққа картопты да үнемдеп салатын еді ғой. Ағаларым кептер ұстап әкелді. Бүгін кешке апам картоппен кептер етін қуырады, дейді Ажар. Апам кеспе жасап жатыр. Ертең нан салма жейміз, ал арғы күні тағы да кеспе көже ішеміз. Одан соң нан салма, дейді Томпақ үйлеріндегі ас мәзірін боямасыз баяндап. Үйде бір табақтай ғана ұн қалды. Апам уайымнан қатты жүнжіп кетті. Біздің әрқайсымыздың апаларымызға қандай қиын. Ол мақтанбайтын, мақтанып жатқан балаларды үнсіз тыңдап тұратын. Бірде Мақпал апам түсте картобын көп қосып бәліш пісірді. Кешке қалған бәлішпен шай ішеміз деп мақтанып қоймады. Қой үстіне бозторғалай жұмыртқалаған молшылық кезде пейілі кең Жәмилә апам көшеде ойнап жүрген біздерді шақырып алып бәліш үлестіретін еді. Томпақтың бәлішін жемегенін байқаған Жәмилә апам: «Томпақжан, неге бәлішіңді жемейсің?» деп сұрайтын. «Апама апарып берем», дейтін Томпақ. «Айналайын Томпақжан, бәлішіңді жей ғой, апаңа да бәліш беремін», дейтін мейірленіп Жәмилә апам. Бәлішімді жұрттан бұрын тауысып қойып, тағы сұраймын. Жәмилә апам: «Айка, сен де апаңа апарғың келеді ғой», дейді. Өзімнің жегім келгенін қалай айтамын? «Иә апа», деймін қызарып. Жәмилә апам бәрімізге қайта бәліш үлестіретін. Екінші бәлішті Томпақтардан ұзап үйге жақындағанда асығыс жеп аламын. Мақпал мектепке бәліш апарып, екеуміз үзілісте жейтінбіз. Жәмилә апам мен Мақпалдың баяғыдай бәліш бермейтініне ызаландым ба, әлде мақтанғым келді ме? Әкем бүгін базардан семіз қой әкеліп сойды деп өтірікті соғып жібердім. Кешке мый жейміз. Мый жейтініміз рас. Қалаға бір жұмыспен барып қайтқан әкем қойдың басына келген. Кешке қуырдақтайын ба деп Жұмаш пен Әли көкем үйге кіріп келді. Жұмаш әкемнің құрдасы, Ажардың әкесі. Әли көкем: «Жұмаш, қуырдақ жеп қайтайық» деп қоймады деп күлді. Әли көкем дегенім Мақпалдың әкесі. «Қайдағы қуырдақ?» деп шешем әкеме, әкем шешеме қарады. «Бүгін қой сойыпсыңдар ғой?» Әкем мен шешем енді екі көкемнен мый қалмайтын болды-ау деп мазам қашқан маған қарады. Әкем көзімен
Қызым, жоқ нәрсемен мақтанбас болар дегенді ұқтырып, басын қынжыла шайқады да көңілденіп, қуырдақ болмаса да бас жеп қайтыңдар деп шақырусыз қонақтарды дастарханға шақырды. Ауызғы бөлмеде басты қазаннан түсіріп жатқан шешемнің бұлар да жұрттың қазанын аңдып жүреді екен деп күбір еткенін құлағым шалып қалды. Сығырайған білте шамның әлсіз жарығы жалп-жалп етеді. Үлкендер басты мүжіп, құр шайды сораптап отырып ауыл-аймақтың әңгімесін айтты. Жанаділдің ортаншы ұлы түнде көршісі Бердібектің сиырын ұрлап жатқан кезде ұсталыпты деді Жұмаш көкем. Сұмдық-ай, шешесі қатты ауырғанда сол баланы Мердібектің әйелі емізіп еді, деді шешем қынжылып. Бастықтың жылқыларын ұрлаған Сәндібек пен Төлеу екен, деді Жұмаш көкем. Сәндібектің әйелінің қайтыс болғанына жыл толған жоқ, шиеттей балаларына обал болды. Байғұсты қандай жаза күтіп тұр екен, кім білсін, деді әкем. Сәндібек бастықтың ағайыны ғой, 8 баласын жылатпайтын шығар. Бастық дегені бұрынғы колхоз бастығы, ал колхоздың тарап кеткеніне жыл асты. Жұмаш көкем, шегенің сиырын ұрлаған туған інісі Мәлік екен, деді шеге. Ел-жұртқа күлкі болмайық деп інісінің ұрлағанын жасыратын көрінеді. Сол әңгімені менің де құлағым шалып еді. Жоқшылық туған мен туыстың арасын алшақтатты. Ашыққан жұрт туғанның қорасына ұрлыққа түсе бастады. Дүние не боп бара жатыр деп басын шайқады Әли көкем. Көңілсіз әңгімелер шамның әлсіз жарығындай көкейіндегі сәулесі аз үмітті жаншып тастайды. Әлі бізге тоя нан жеп, ет қосылған ас ішетін күн алыс екен ғой, деймін ішімнен. Әкем бұл өзі жақсы отырыс болды деген риясыз күлкімен. Кешке жарық жарқ етсе, ғарыштан таңғажайып сәуле түскендей қуанамыз. Әлгі жарығы құрғыр 1 сағатқа жетер-жетпес қайта жалп етіп сөніп қалады. Қызыл иек кемпірлер көзіміз енді ашылып қалып еді. Әй, мұны істеп отырған үкімет емес-ау, колхозды жұтатып кеткен малғат бастық қой, деп қарға пісілеп алады. Жастар кеш батса көше кезіп кетеді. Көрші ауылдан балалар есек арбамен су тасимыз. Кейде керісінше көрші ауылдың тұрғындары суға біздің ауылға келеді. Томпақ фляг тола сулар да есек арбаның үстіне атып ұрады. Сосын есектің басынан сипап, салпан құлағым, сенің күшің көп қой, шыдамды бол, дейді. Су мұрын Томпақтың өткенде құмырсқамен сөйлесіп отырғанын көргенмін. Бұл өзі барлық жан-жануардың тілінде сөйлей алады деп күледі. Су мұрын, дұрыс айтасың, мен барлық жан-жануарлармен сөйлесе аламын, тек сенмен бір тілде сөйлесе алмаймын деп жымиды ол. Су мұрынға ашуланса құлағынан тартады. Томпақ, сен әдемі қызсың, тек аздап толықсың, деп су мұрын қалжың айтқан болады. Томпақтың мөлдіреп тұратын тұңғиық қара көзі әдемі. Қарулы қолдан оңай құтылмасын сезген су мұрын кешірім сұрап жалынды. Томпақ бірден жібей салмайды. Су мұрын қарғанып қулыққа көшеді. Уаллахи биллахи, енді мазақтамаймын. Менің арғы атам үлкен молда болған, оның барлық тілегі қабыл болады екен. Егер мен де шын тілесем, 3 айдың ішінде азып кетесің деп көзін жұмып күбірлеп дұға оқиды. Томпақ су мұрынның құлағын тартқанын қойып, одан әлдебір үміт күтіп, көзін жұмып үнсіз тұрады. Су мұрынның ешқандай дұғасы қабыл болмай, Томпақ жасына жас қосылған сайын семіре береді. Әйелдер Томпақ бикеш жардай болып семіріп барады. Күннен күнге пішіні бөшкеге ұқсап бара жатыр. Бұл қандай ауру екен деп
оның семіздігінің сырын іздеді. Томпаққа бірі қарасуға тек қана қырыққабатты қайнатып іш десе, бірі күнде тек қана қияр же десе, енді бірі алмадан басқа ештеңе жеме деп кеңес берді. Жаз бойы тек қана қияр жеп, қысымен қырыққабатты қарасуға қайнатып ішсе де томпақ азбады. Семірген үстіне семіре берді, әлде ісіп бара жатты. Томпақ семірген сайын мінезі тұйықталып, бізден бөліне бастады. Әлде біз оны шеттеттік пе екен? Білмеймін. Сабақты орташа оқитын Томпақ 9-дан кейін мектепті тастап кетті. Қысқа шашын бұйралап, ернін қып-қызыл далаппен бояп, әдейілеп киеме, қайдам, қысқа көйлекті денесіне жабыстырып киетін, биік өкше туфли киіп, қисалаңдап жүре алмайтын еріккен есерсоқ балалар біздің Томпақ гүлдей құлпырып кетіпті. Томпақ, бүгін кешке жігітмен кездесесің-ау деймін. Жігітіңнің салмағы сенің салмағыңа сәйкес келе ме? Томпақ, бүгін кешке үйіңе барайын. Тоңпаңдап шығасың ба? Шіркін, Томпақтың дүрдеген қып-қызыл шие ернін сүйірмеді. Қасын айтсайшы, қарлығаштың қанатындай қиылған, төс қандай, бөксе қандай. Шіркін, Томпақтың қапша белін құшақтап вальс билер медім. Бурасан, қарындас апай төс, палуан жігіттерді болмаса біз секілді арықтарды қайтсын. Хи-хи-хи, бурасан дейсің бе? Тауып айттың заман. Әй, сен осы шынымен артистсің. Бурасан, ха-ха-ха, бура, ха-ха-ха. Қыздар Томпақтың шаш үлгісімен киім киесін кекейтіп, мырс-мырс етеді. Ол көктем ұйқымды ұрлап, ай жұлдыз сыр айтып, сыбырлайды деп бәрімізге үрке қарады. Жанары, сендер мені бәрібір түсінбейсіңдер ғой деп тұрады. Көктемді көп күттім, жүрегім тоңып жүр. Жүрек тоңама, Томпақтың қана жүрегі тоңатын шығар деп қыз-жігіттер қыран-топан күлкіге батты. Білем ғой, менің жаураған жүрегімді ешкім жылыта алмайды. Томпақ, сені ыстық деміммен жылытар едім, бірақ менің демім сенің 100 кило денеңді жылыта алмай ма деп қорқам. Заман тағы да тауып сөйледім бе дегендей масаттанып жан-жағына қарады. Сабақ оқуға ықыласы жоқ, зуылдақ, жіңішке дауысты жігіт Алматыға барып актердің оқуын оқуды армандайтын, өзін талантты санайтын ол актерлерге көп оқудың қажеті жоқ, көп оқысаң талантың кеміп кетеді деп пәлсапа соғатын. Томпақ, сен Алматыға актрисаның оқуына барып түс. Кескін келбетің де, сөйлеген сөздерің де актрисаға ұқсайды деп миығымен мысқылдап күлді Заман. Кейде режиссерлар көшеден семіз жігіттер мен қыздарды іздеп киносына түсуге шақырады. Бір газеттен семіздігі үшін киноға түсіп байып кеткен актер туралы оқығанмын. Киноға түсіп көп ақша тауып шетелге барып мықты дәрігерлерге көрін. Ақшаң болса азу түк те қиын емес. Томпақ, семіздіктен қорықпаймын, түк те қорқынышты емес. Тіпті семіздігімнен ұялған да емеспін. Сен секілді сезімсіз жанды қуыршақтардан қорқамын. Жіңішке дауысты еркектен актер шықпайды. Олар күш-жігерін өсек айтуға жұмсап, бойындағы бар талантын жоғалтып алады. Мен сенен актердің образын емес, өсек құмар қатынның образын көремін деп сыпайы жымиды. Әлгінде ғана Томпақты келемеждеп тұрған қыз-жігіттер енді Томпақты көтермелеп ұзуылдақты ермей кеткен. Біздің Томпақ құтты жазушылар секілді сөйлейді ғой. Томпақ, сенен мықты жазушы шығады. Кітапты да көп оқисың. Томпақ, бұрын тақпақ шығарушы едің ғой. Қайда сол тақпақтарың? Тақпақ деген не? Өлең десеңші. Тақпақтың өлеңнен қандай айырмашылығы бар? Бәрібір емес пе? Томпақ, сен біреуге ғашық болдың ба? Әдетте өлең
біреуге ғашық болған кезде туады дейді ғой. Өлеңіңді оқуға бола ма? Томпақ күнделікте жазады деп қыздар Томпақты енді танығандай дуылдасты. Ха-ха-ха, режиссерлар заманға тек қана әйелдердің рөлін беретін шығар. Мәләдес, Томпақ, дұрыс айтасың. Жіңішке дауысты еркектен актер шықпайды. Ол жіңішке даусымен зор дауысты Қобыланды Тарғынның рөлін қалай ойнасын? Орамал тағып сиыр сауған қатынның рөлін ойнаған заманды теледидардан көретін күн алыс емес. Жіңішке дауысты бұл еркек біресе Төлеген боламын деп, енді біресе Бекежан боламын деп бөсуші еді ғой. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, ол Төлеген мен Бекежаннан садаға кетсін, өсекші қатын десеңші. Мәләдес, Томпақ, қалың қалай Бекежан? О, Төлегеннің мазасы жоқ қой. Актерге не болған? Деп жігіттер заманды жеретті. Томпақ шошына қараған. Бұларың не? Ол сендердің күні бүгінге дейін достарың емес пе еді? Оны бөлгендерің не? Мен жай ашумен айтқаным ғой. Томпақ, оны неге кешіресің? Бүкіл балалардың алдында ол сені қорлады ғой, деді. Су мұрын күйініп. Айтарын айтса да сүмірейіп тұрған заман жаққа жалтақ-жалтақ қарап қояды. Оңаша жерде зуылдақтың қолына түсіп қалам ба деп қорқады. Адам түгілі көктем де мені жылатты, бірақ менің көзімнен бір тамшы жас шықпайды. Неге? Білмеймін. Бүгінде көктемді емес, күзді сағынам, деді Томпақ, қасында тұрған біздерді ұмытып. Томпақ, молда атама оқытылып дем салдып жіберші. Сөздерің жынды Қарауылбекке ұқсап бара жатыр, деді шыр-пыры шығып су мұрын. Қарауылбек сендер ойлағандай жынды емес, оның бар айыбы бізге ұқсамайтынында, деді ашуланып Томпақ. Сен де бізге ұқсамайсың ғой, деді аңқау су мұрын. Қазір ойлап қарасам, біз саналы жыртқыш екенбіз, ал ол біздің жемтігіміз болыпты. Кім әлсіз болса, не сәл мүлт кетіп осалдық танытса, сол адам әлділердің жемтігіне айналады. Кім өзін қорлаған адамдарды жеңіп шықса, оған бәрі құрметпен қарайтын болады. Сол оқиғадан кейін заманды балалар қатарына қоспай қойды. Керісінше олар Томпақпен жылы сөйлесетін болды. Бірақ Томпақ ешкіммен ашылып сөйлеспейтін. 17 жасында Томпақ оң жақта отырып дүниеге бала келді. Шешесінің өзі қызының жүкті екенін толғақ қысқанда бірақ біліпті. Шешесі қу қардың семіздігінен іші білінбеді. Әйтпесе ел-жұртқа күлкі болмаудың бір амалын қарастырар едім ғой. Анасы маған да баланың әкесі кім екенін айтпайды, әлде кім екенін білмей ме деп күйінетін көрінеді. Томпақ баламның әкесі Бұлт деп есімін Бұлт қойды. Бұл қызды жынды Қарауылбекке қосу керек. Майы іркілдеген, оны басқа кім алады, деді мосқал жеңгем. Әй, ол қыз Қарауылбек жындының үйінен шықпаушы еді. Жылбысқының әкесі Қарауылбек жынды болып жүрмесін деп бірі іліп әкетті. Қайдағы жоқты айтпа, келін. Семіздігінен қорынып байғұс қыз құрбыларына қосыла алмады. Жынды балаға жаны ашып ағалап құрақ ұшатын, деді ешкімнің артынан ғайбат сөз айтпайтын Сәбира апам. Әлгі жынды Томпақты көрсе жуасып қалатын деп қасын керіп жымиды кербез жеңгем. Мүлпаш абысының иығы еңкіш тартып қартайып кетіпті. Томпағын ерекше жақсы көруші еді, деді Әтіргүл жеңешем. Екі қызы күйеуінен ажырасып үйіне келіп отыр. Томпағы некесіз туып алды. Үлкен ұлы балалы әйелге үйленді. Уайымнан жүнжіп кетті ғой байғұс Күлпаш, деп басын қинала шайқады мосқал жеңгем. Чорнайбайдан қайнаға да күйіктен ішіп өлді ғой, деді Әтіргүл жеңгем. Біздің ауылдың келіндері Қарабай көкемді Чорнайбай қайнаға дейтін. Баласының атын Бұлт қойғаны нес?
тағы біреуден туып алса баласының есімі қар не жаңбыр деп қоятын шығар деп кербез жеңгем бетін шымшыды. келін шырақ жаман сөз айтпас болар. Сенің де бетіңе қарап отырған жалғыз қызың бар ғой. Бәріміз де қыз өсіріп отырмыз. Өз қыздарыңның болашағын ойлаңдар деп Сәбира апам сыпсың сөзге құмар жеңгелерімді тыйып тастады. Ауыл ішінде Томпақтың баласының әкесі Қарауылбек жынды екен деген өсек тарады. Сол Томпақ босанғаннан кейін күннен күнге азып бара жатты. Дәрігерлер оның қатерлі дертке шалдыққанын анықтапты. Былтыр ауылға барғанда шашы түсіп, иығы қушиып, сүйегі көрінген Томпақты көргенде шошып кеттім. Біз оны келеке етіп күлетінбіз, бірақ тағдырға ешкім күле алмайды екен. Осымен біздің бүгінгі Томпақ атты әңгімеміз аяқталды. Оқиға қызық болса, сіздерге ұнаған болса, видеоның астындағы комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Менің каналымды қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.